Саламатсыздар бүгінгі сабақтың тақырыбы атмосфераның ғаламдық циркуляциясы. Яғни мақсатқа жету үшін біз төмендегілерді білуіміз қажет. Бүгінгі сабақта біз талдаймыз атмосфераның ғаламдық циркуляциясы ерекшеліктерін талдау және ауа массаларының типтерімен танысу. Енді біз сұрақ арқылы бастаймыз. Ауа массалары дегеніміз не? Ауа массалары дегеніміз климаттың қалыптасуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі. Атмосфера циркуляциясы ол әртүрлі сипаттағы ауа массаларының қысым айырмашылығына байланысты үнемі қозғалыста болуына айқын көрінеді. Ауа массалары дегеніміз температуралық көрсеткіші, ылғалдануы, дәрежесі, қалыптасу ауданы сәйкес жинақталған бір тектес ауа ағынын айтамыз. Ауа массаларының аумағы бірнеше мыңдаған километрге созылып, биіктігі тропосфераның ең жоғары қабатына дейін жетеді. Яғни ауа массаларының типтеріне келетін болсақ, оған экваторлық, тропиктік, қоңыржай, арктикалық жатады. Енді қараңыз, температуралық көрсеткішіне келетін болсақ, экватор қандай? Экватор әрине жоғары. Тропикті қандай? Жоғары. Қоңыржай орташа, арктикалық төмен. Енді оның ылғалдану дәрежесіне келетін болсақ, экваторда жоғары болады, мөлдірлігі жоғары болады. Басқа да ерекшеліктер жаңағы ауа ағыны басым болады, қысымы жыл бойы тұрақты төмен болады, экваторлық. Тропиктікке келетін болсақ, ылғалдылығы төмен, мөлдірлігі түрліше сипатта болады, төмен деген ауа ағыны басым болады. Қоңыржай орташа және мөлдірлігі түрліше, жыл мезгілдеріне қарай температура, қысымы мен ылғалдану дәрежесі өзгеріп отырады. Мысалы, Қазақстан қоңыржайда орналасқан, жыл мезгілімен қыста бізде қар, көктемде жауын-шашын, жазда ыстық, және бізде күзде жауын-шашын болып, өзінің мезгілімен қарап тұрады. Сол сияқты қоңыржайдың жыл мезгілдеріне қарай өзгеруін айтамыз. Келесі атмосфераның фронттарын түсіндіруге келетін болсақ, атмосфералық фронттар дегеніміз бізде суретте жаз мезгілінде арктикалық және полярлық атмосфералық фронттардың қалыптасуынан көрсетіледі. Карталар бейнеленген. Мысалы, Евразия, бұл картада жаз мезгіліндегі, Евразияның жаз мезгіліндегі кезіндегі Евразия ағымындағы арктикалық және полярлық фронттардың орналасуы көрсетілген. Мысалы, қалай болып тұр және қалай орналасып тұрғаны. Келесі бізде солтүстік Америка. Бұл картада жаз мезгілінде солтүстік Америка аумағында арктикалық және полярлық фронттардың қалыптасуы, сондай-ақ жоғары H және төменгі L болып көрсетіп тұрады. Төменгі L несі? Және қысым аймақтары берген. Атмосфералық фронттар температурасы мен ылғалдылығы әртүрлі ауа массаларының түйісу айқынында пайда болатын ауысу зоналары. Бұл өтпелі зоналар өте кең болуы мүмкін. Ені 500-900 километрге, ал ұзындығына келетін болсақ, ол 2000-3000 километрге дейін жетеді. Енді климаттық фронттарға келетін болсақ, климаттық фронттар дегеніміз не? Климаттық фронттар бұл жерде бізде арктикалық, полярлық және экваторлық болып бөлінеді. Фронттар ауа массаларының қозғалу сипатына қарай жылы және суық болып бөлінеді. Қысым көрсеткіштері бірдей нүктелер, сызықтықтары изобаралар деп көрсетеді, изобаралары. Ал қысым көрсеткіштері төмен орталықтарда қысыла жиналуы, яғни ол циклон, ал қысым көрсеткіштері жоғары болатын тұйық изобаралар жүйесі қысымдық максимум немесе антициклон деп аталады. Енді бізде келесі сұрақта ауа массалары дегеніміз не? Бүгінгі сабақта талдаймыз және атмосфералық фронттар түсіндіреміз және климаттық фронттар дегеніміз не екенін нақты талдайтын боламыз.